Language focus. There is, there are, some, a lot of. Бұл жерде there is, there are бар деген мағынаны білдіреді. There is жекеше түрде, яғни бір ғана затты бар дейтін болсақ айтамыз. There are деп екі немесе одан көп заттар болатын болса, сол кезде қолданамыз. Some бірнеше деген мағынаны білдірсе, a lot of көп деген мағынаны білдіреді. Exercise number 1. Look at the picture and complete from 1 till 5 with numbers. Then compare your answers with a partner. Суреттерге қарап, 1-ден 5-ке дейінгі сөздерді сандармен толықтыру қажет болады. For example, one teacher. Яғни сыныпта бір мұғалім бар, я? The first is 7 boys. 2, 1 computer. 3, 9 girls. 4, 3 posters. 5, 22 books. Exercise number 2. Listen to Tara talk about her class. Choose the correct words. Бұл жерде бізде таңдау берілген, соларды таңдау керек. Бізде Тараның өзінің сыныбы туралы айтылған listening болу керек, алайда қолжетімсіз болғандықтан ережеге қарай таңдайтын боламыз. The first. There is a or some. Yes, there is a teacher. Бұл жерде тек бір ғана мұғалім болғандықтан біз a-ны қолдандық, дәл осылай қалғандарын жасап шығамыз. 2. There is or there are. Yes, there are 7 boys. 3. There is a or there are. There are 9 girls. 4. There is or there are. Yes, there are some posters. There is a or a lot of. There is a computer. 6. There are a or a lot of. Yes, there are a lot of books. Exercise number 4. Make 6 sentences with words from the circle. Бұл жерде 6 сөйлем құрастыр деп тұр, берілген дөңгелектің ішіндегі сөздерден. Мысал беретін боламын, соған қарап өздерің жасасаңдар болады.